Сәлем достар, есімім Жанат, 10 жылдық тәжірибесі бар тігіншімін. Бүгін сіздермен осындай өтекке жабысқан мата ізін және қақты тазалаудың оңай жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге осындай өтек тазалауға арналған арнайы карандаш керек. Оны Технодомнан және базардан таба аласыздар. Бағасы 500 теңге мен 1000 теңгенің аралығында. Ең алдымен өтегімізді ең жоғарғы температураға қойып қыздырып аламыз. Қызып тұрған өтектің бетін осылай карандаштың көмегімен ысылайтын боламыз. Жоғарғы температура мен химиялық құрамның әрекеттесуі нәтижесінде күйген матаның іздері, қақ іздері барлығы сұйық түрге еніп, ағып кететін болады. Тек қолыңызды абайлап, күйдіріп алмай, асықпай жасаңыз. Сондай-ақ өтектің тесіктеріне де карандаштың сұйық ертіндісін барынша кіргізуге тырысыңыз. Мінекей осылай тазаланады өтегіміз. Одан кейін өтектің жан-жағына шашыраған қақ іздерін судың көмегімен тазалап жуып алатын боламыз. Тек су тоққа тиіп кетіп жүрмесін. Барымызша ысылап, барлық қақты түбегейлі кетіруге тырысамыз. Одан кейін бірден өтекпен керек бұйымыңызды өтектеуге болмайды. Себебі қақ іздері бірнеше уақытқа дейін шығып тұруы мүмкін. Сондықтан осылай булап, сулап, міндетті түрде керек емес матаны өтектеп, артық қалдықтарды сұйық түрінде шығарып алатын боламыз. Ал өзіңіздің керек бұйымыңызды өтектер кезде міндетті түрде үтіктің астына сулы дәке қоюды ұмытпаңыз. Ол өтектің іздері матада қалмайтынына кепілдік береді. Ақпарат пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.